Саясаттану пәні дәріс 10-шы саяси партиялар, партиялық жүйелер және қоғамдық саяси қозғалыстар. Жоспарда қарастыратын сұрақтар: саяси партия түсінігі, тарихы, саяси партиялардың түрлері, Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар. Партия мемлекеттік билікті қолға алуға немесе билік жүргізуге қатысуға бағытталған ортақ мүдде, бір идеология негізінде құралған адамдардың ерікті одағы. Партиялар сайлауға, мемлекеттік органдар құруға, мемлекеттік маңызды шешімдер қабылдауға және оларды іске асыруға белсенді атсалысады. Демократиялық қоғамдағы партияның маңызды міндеті азаматтық қоғам мен мемлекеттің арасындағы байланысты қамтамасыз ету. Қазіргі кездегі саяси партиялар мен партиялық жүйелердің қалыптасу кезеңі 16-17 ғасырда Европада болған буржуазиялық революциялық дәуірмен тікелей байланысты. Партия деген сөзді латын тілінен аударғанда бөлу, бөлшек деген мағынаны білдіреді. Тұңғыш алғашқы партиялар ежелгі Грецияда пайда болған. Қазіргідей нағыз саяси партиялар Европада 19 ғасырдың екінші жартысында пайда бола бастады. Немістің көрнекті саясаттанушы Маркс Вебер саяси партиялардың даму мынандай кезеңдерге бөлді. Бұл кезеңдерді тек Ұлыбританияның либералдық және консервативтік партиялары ғана басынан өткізген. Партиялардың бөлінуі ол кезде аристократиялық үйірмелер, саяси клубтар және көпшілік партиялар деп бөлінді. Аристократиялық үйірмелер ол жер иелерінің мақсатын қорғайды, саяси клубтар ол буржуазияның мүддесін қорғайды, көпшілік партиялар ол көпшілікпен байланысты болып, барынша өз қатарына көбірек адамдарды тарту. Саяси партиялардың белгілері: партия бағдарламасының болуы, саяси билік үшін күрестің болуы, партиялық тәртіптің болуы, партияларға мүшелік ету, мүшелік жарна төлеу, партияның жарғысының болуы, баспа органдарының болуы, партия басшыларының көптеген өкілеттігі, кәсіптік негіздегі партия аппаратының болуы. Саяси партиялардың негізгі қызметтері: бірінші, саяси билік үшін күрес, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын жасауға, қалыптастыруға, іске асыруға тікелей қатысу, балама ұсыныстар асыру, сайлау науқанына белсенді түрде атсалысып, оған байланысты бағдарламаны орындау, саяси бағытын тұжырымдау. Екінші, ұйымдастырушылық, бағдарламалық мақсаттар мен шешімдерді жүзеге асыру, сайлау науқанын өткізу, сайлап қойылған қызметтерге кандидаттар іріктеу, басқару элитасына кадрлар дайындауды ұсыну және үкімет құрамын, сол сияқты басқа да билікті құрылымдарды құрастыруға қатысу. Үшінші, теориялық жағы, қоғамда дамудың негізгі салдары бойынша және оның даму жолдарын талдап, теориялық жағынан бағалау, әртүрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін анықтап үйлестіру, қоғамды жаңартудың стратегиясы мен тәсілін тұжырымдап, бұқараны қимыл бірлігіне теориялық жағынан әзірлеу. Идеологиялық, еңбекші бұқара арасында өз көзқарастарын, ізгі мұраттарын тарату, оны іскерлікпен ұштастыру, өз бағдарламасы мен саясатын насихаттау, азаматтардың түбегейлі мүддесін өзгерте отырып, өз бағытын қолдауға жұмылдыру және партия қатарына тарту және тағы сол сияқты. Саяси партиялардың рөлі мен іште ұйымдастыруына байланысты төрт түрі бар. Бірінші, авангардтық партиялар, лениндік тұжырымдамада алынған, олардың ұйымы жоғары орталандырумен сипатталады, өзінің барлық мүшелерінен партияның жұмысын белсенді қатысуын талап етеді. Мысалы, Индияның ұлттық конгресс партиясы, бұрынғы СОКАП. Сайлаушылар партиясы, олардың негізгі мақсаттары үміткерлердің сайлау алдындағы науқанын ұйымдастыру, қаржы жинау, үгіт жүргізу және тағы басқа. Оларда тұрақты мүшелік идеологиялық негізі ұйымдық құрылымы жоқ. Мысалы, ақш-тағы республикалық және демократиялық партиялар. Сондықтан американдық азамат мен демократиялық партияның мүшесімін демейді, мен демократтар үшін дауыс беремін дейді. Парламенттік партия ол негізгі екі қызметті атқарады: сайлауға дайындалу және парламенттік бақылау жасау. Мәселелерді алдын ала талқылап, қабылданатын шешімдерді сәйкестендіру, келістіру үшін партиялық парламенттер мен муниципалитеттің, яғни жергілікті өзін өзі басқару органдарын жіктер фракциялар жасайды.
Премьер-министрдің кандидатурасы ол үкімет құрамы парламенттегі көпшілік байланысты. Мысалы, Германияда, Италияда, Ұлыбританияда және Францияда солай. Қауымдастық партиясына келсек, ол адамдардың белгілі бір саяси жолын ұстанғандығына қарай емес, ортақ көзқарас, ұқсас мүдделеріне қарай өзара ынтымақтасып, қатынасып, маңызды мәселелерді талдау үшін іріктеледі. Мысалы, оған Жасылдар партиясы, балаларды, малдарды, хайуандарды қорғау партиялары, соғысқа ядролық қару-жарақ қозғалыстарды жатқызады. Саяси идеологиясына қарай партияларды 5 түрге жіктейміз. Бірінші, коммунистік партиялар мен солшыл радикалды бағыттағы партиялар, олар Карл Маркс ілімін басшылыққа алады. Жеке меншіксіз, топсыз қоғам құруға тырысады. Басқа партиялар коммунистік партияның басқарушы рөлін мойындауы керек. Мысалы, Қытай, Солтүстік Корея, Куба, бұрынғы КСРО, батыста мұндай партиялар айтарлықтай салмағы жоқ. Екінші, социал-демократиялық. Олар қазіргі капиталистік қоғамды еңбекші халықтың мүддесіне сай ұдайы реформалап өзгертіп отыруға тырысады. Олардың басты құндылықтары бостандық, әділдік, ынтымақтастық, тағы басқа. Оған жататындар Австрияның, Германияның, Швецияның социал-демократиялық партиялары, Ұлыбританияның либералистік партиясы және тағы басқа жатады. Үшінші, буржуазиялық демократиялық партиялар. Олар 19 ғасырда Европа мен Солтүстік Америкада бір кезде пайда болған. Мұндай принциптерді басшылыққа алады. Қоғамда билік үшін әрқашан ашық күрес жүру керек. Үкіметке жалпыға бірдей сайлау арқылы жету, парламентке көпшілік дауыс алған партия немесе партиялық бірлестіктер үкіметі билейді. Басқарушы партияға қарсыз, үздіксіз, ашық оппозиция жұмыс істейді. Заң алдында бәрінің де тең болғанын, баспасөз, жиналыстар бостандығын қалайды. Мысалы, Германияның еркін демократиялық партиясы, Ұлыбританияның солшыл либералдық партиясы және тағы басқа жатады. Төртінші, консервативтік партиялар. Негізінен ірі буржуазияның мүддесін қорғайды. Әлеуметтік теңсіздікті сақтағысы келеді. Адамдық және азаматтық ар-намыс, плюрализм, ынтымақтастығы жақтайды. Мысалы, ақш-тың республикалық партиясы, Германияның христиандық әлеуметтік одағы мен христиандық демократиялық одағының блогы және Ұлыбританияның консервативтік партиясы тағы басқа жатады. Ал бесінші, фашистік партиялар, оған жеке мүддеден мемлекеттік мүдденің басым болғанын, басқаруда қатаң орталықтандыруды, адамның құқықтары мен бостандығын шектеуді қалайды. Олшылдық уағыздалады. Бұл тоталитарлық немесе авторитарлық жүйеге жол ашады. Фашистік партиялар кезінде Германия мен Италияда болған. Бірақ сол елдерде және тағы басқа жаңғырған неофашистік ұйымдардың пайда болуы сақталынады. Саяси өмірдегі алатын орнына қарай, саяси партиялар саяси өмірдегі алатын орны биліктің жүзеге асуға қатысуына қарай саяси партиялар билеуші және оппозициялық болып бөлінеді. Жұмыс істеу жағдайына байланысты ресми, жартылай ресми, құпия болып бөлінеді. Ресми, егер қоғамдық саяси өмірге қатысуына заң жүзінде рұқсат етіліп, мемлекеттік тіркеуден өтсе. Жартылай ресми партияға сырттай мойындалған сыңай білдіріп, шын мәнінде жұмысына шек қойып, кедергілер жасалса. Құпия партияға заң бойынша тыйым салынып, жұмыс жасырын, астыртын жүрілсе. Партиялық жүйе ол 3 түрге бөлінеді. Көп партиялық жүйе, 2 партиялық жүйе, 1 партиялық жүйе. Қазақстан Республикасының 2002 жылы 15 шілдедегі нөмір 344 заңы саяси партиялар туралы заң қабылданды. Өзгеріске ұшыраған жылдары 2005, 2007, 2012, 2014, 2015, 2018 жылдары толықтырулар енгізіп, өзгерістерге ұшырап отырды. Бұл біздің практикалық сұрақтар. Саяси партия тақырыбын пысықтауға арналған. Ол саяси партия дегеніміз не екен, қоғамдық саяси ұйымдардың, партиялардың айырмашылығы неде, партияның негізгі қызметтері, Қазақстандағы көп партия туралы не білесіз? Назарларыңызға рахмет.